Bir minut içinde 10 mыңға жуық ағылшын тілі сөздерін үйренгіңіз келеді ме? Онда видеоны жалғастырамыз. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Анара Қайрат, және бұл Easy ағылшын. Мен бүгіннен бастап сіздерге ағылшын тілін үйренуге көмектесемін. Орыс және қазақ тіліндегі ге деп бітетін сөздердің көпшілігі ағылшын тілінде G деп аяқталады. Мысалы, стратегия, strategy, аналогия, analogy, энергия, energy. Өз-өзімізді тексеріп көрейік. Мен сіздерге сөздер айтамын, сіздер соның ағылшынша баламасын табу керексіздер. Экология, ecology, астрология, astrology, косметология, cosmetology. Бірақ естеріңізде болсын, ағылшын тілінде 100% бір ережеге бағыну деген өте сирек кездеседі. Яғни бұл жағдайда да ережеге бағынбайтын кездер бар. Мысалы, магия, magic, религия, religion, привилегия, privilege, және тағы басқа жағдайлар. Бұл видео сіздер үшін өте пайдалы болды деген үміттемін. Жақын арада тағы да көптеген видеолар жүктеледі, сондықтан менің арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге болған Анара Қайрат, және бұл Easy ағылшын. Сау!